Намаз оқып ештеңе берген жоқ дейді. Ойбай, сен намаз оқысаң төгу керек екен бүкіл дүниенің байлығын үстіңнен, иә? Беру үшін оқисың ба не намазды? Саудаға жаман үйреніп қалғанбыз ғой біз әбден. Қораза ұстасаң андай береді, намаз оқысаң мынандай бермейді, ал не істейсің ал? Бермейді, бірақ парыз қылып қойды Алла тағала. Оқымайсың ба сонда? Жоқ. Беру үшін оқысаң дейді. Беру үшін, немесе алу үшін оқысаң, Құдайдан бірдеңе алу үшін. Саған ниет етілген нәрсе ғана беріледі дейді. Разы болсын деп құлшылық қылсаң дейді. Сен ойламаған нәрселерді береді дейді Алла тағала. Көрдіңіз ба? Раббым разы болсын деп құлшылық қылсаң, Алла сізге ойламаған нәрселерді береді дейді. Так, 5 уақыт оқысам 50 уақыттың сауабы беріледі. Так, анауында есептеп калькуляторға салып өйтетін болсаң бар ғой, бір күн шаршайсың есептен де. Көрдіңіз ба? Сөйтіп Құдайға ренжу басталады. Мен дұғам қабыл болмай жатыр. Мен намаз оқыдым дейді да. Дұғаларым қабыл болған жоқ. Біраз нәрсе сұрадым Құдайдан, ешқайсысы болған жоқ дейді. Өзі ұрып жүр көшеде, сойылмаған тауықтың етін жеп.